Сәлем достар, мен сіздерге бүгін пупы конфеттің рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге құрма және кунжут, овсяное хлопья, кешью, миндаль және де су керек. Ең алдымен құрмамызға суымызды құйып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Қызып тұрған табада осы көрсетілген дәндеріміздің барлығын жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Дәндеріміздің барлығын жақсылап қызартып қуырып алдық. Енді осы қоспаларымыздың барлығын блендерге салып, жақсылап бір келкі масса болғанша үгітіп аламыз. Барлығын бір келкі қылып үгітіп алдық. Енді оларды дәл видеодағыдай етіп домалақтайтын боламыз. Қалауларыңызша әсемдік үшін бетіне қант ұнтағын немесе какао ұнтағын сепсеңіздер болады, бірақ маған осылай ұнады. Дәл осылай жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ас болсын.